Армысыздар, құрметті отандастар. Сіздермен бірге Түркі Қазақ арнасы. Және біз бүгін Алматы қаласының Шымбұлақ деген жеріне канатный дорожкамен немесе канатный жолақпен жоғары қарай шығып бара жатырмыз. Сол бір көріністі өздеріңізбен бөлісе кетейін деп шештік. Міне мына жақта Алматы қаласы. Біраз жүріп кеткен жағдайымыз бар. Шымбұлаққа бірінші рет көтерілуіміз, бұған дейін еш мүмкіндік болмаған екен Шымбұлаққа шығуға. Алла нәсіп етіп, осы бір жерлерді көру нәсіп еткен екен. Арнада біраздан бері видеолар шығып жатқан жоқ. Мұна өмірдің тіршілігімен жұмыс, оқу, басқа да дүнияви шаруалармен видео шығаруға уақыт болып жатқан жоқ. Құрметті ағайын, негізі көптеген ақпараттар, материалдар өте көп. Негізінде тарихи, саяси, қазіргі таңда әлемде болып жатқан мәселелерге байланысты біраз ақпараттар шығаруға болатын еді. Енді жайлап, Құдай қаласа алдағы уақытта қол босап жатса, кішкене ақпараттарды YouTube'қа жүктеп, қайттан YouTube'қа видеолар салуға мүмкіндік болатын шығар деп ойлаймын. Ал қазірше осындай бір көркем табиғат аясынан өздеріңізге видеолар жіберіп отырайық. Міне керемет, көктемнің керемет ауа райында осындай керемет жерлерде ата-бабаларымыз бізге мирас етіп қалдырып кеткен көптеген аталарымыз, бабаларымыз осы күнді аңсап, осы күнге жете алмай өтіп кетті ғой шіркін. Аллаға мың сансыз шүкіршіліктер айтамыз. Осындай тыныш, мамыражай заманда, осындай жақсы өмірде, тыныштықта өмір сүріп жатқанымызға сансыз шүкіршілік. Осы тыныштықтан мызғымайық, осы тыныштықтан айырылмайық, құрметті ағайын. Әрқашанда шалқып өмір сүрмесек те, тыныштықта әйтеуір мамыражай өмір сүруден Алла тағала ешқашан айырмасын.